Сәлем достар, ас үйіме қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең қарапайым әрі дәмді венские вафли рецептімен көрсетемін. Жұмсақ хош иісті вафли шайға тамаша қосымша болады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны қантпен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен осылай араластырып шығамыз. Мен басында венчик алдым, одан кейін вилкаға алмастырып алдым. Маған венчикпен жұмыс жасау өте сондай қолайсыз болды. Өзіңіз білесіз. Миксердің көмегімен де былғасаңыз болады. Одан кейін осы массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды қосып араластырамыз. Үстінен сүт қойып, тағы да араластырамыз. Енді електен өткізіліп алған алдын ала ішіне қопсытқыш қосып, ұнымызды қосып, біркелкі етіп қамыр қылып, осылай етіп қамыр илейміз. Қамыр осындай қоюлау, бірақ қасықпен құйылатын болу керек. Дайын қамырды алдын ала қызып тұрған вафельницамызға осылай майлап аламыз. Вафельницамызды бір қасықтың көмегімен бір қасықтан осылай пісіріп шығамыз. 3-4 минут кетеді әр вафлиді пісіруге. Менде осындай вафельница. Балалардың ең жақсы сүйіп жейтін вафлилері. Бұны ұсынғанда ысылай немесе суықтай да бере беруге болады. Қасына бетіне жемістер, немесе бал, шоколад, тағы да неше түрлі топерлермен бере беруге болады. Осы жолғы әдемі болып осылай шығып жатыр. Қасына балмұздақпен де беруге болады, балалар жақсы көретін. Мен осы жолы бетіне сахарный пудра септім. Міне, осылай етіп барлығын істеп шығамыз. Міне, егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Жаңа дәмді рецепттермен қайта кездескенше сау болыңыздар. Міне, бізде осындай дәмді вафлилер дайын болды.